Құрметті достар, мына масқара, сұмдық қой. Міне қараңыз, тальго дейді, міне көріп отырсыздар. Міне сидящий деген орындар шыққан. Сидящий орындар 9000 теңге деп қойды. Ал керек болса. Ал, көріп отырсыздар ғой. Ал мынау енді шектен шыққандық қой. Халықты мазақ ету ғой. Өзінде болса темір жолдың басшыларын өздерін отырғызып қоятын ғой сол. Отырғызып қойыншы 24 сағат бір сутка, бір күн, бір түн ұйықтамай сен сол Оралға келіп қойшы, Астанадан Оралға. Мықты болсаңдар, сонда халық сендерге мал ма сонда? Тиіп алып жүре беретін. Неге бұл не масқара, не сұмдық осы? Қайда мынау? Парламент мәжіліс депутаттар қайда? Неге қарамай отырсыздар? Мыналар бізді мазақ қылып отыр ғой. Мыналардың бәрін жазалау керек қой, осындай өздерін отырғызып, Астанадан Оралға отырғызып қойып алып келу керек бір сутка. Сонда көрейік қалай болатын. Әбден монополияға жатып алған. Қазір билет жоқ дымда. Балалар каникулдан үйге қайтады. Оқуға түсетіндер Астана, Алматыға барады. Бір билет жоқ. Билетті алмай отыр. Бұлар мазақ етіп бізді сидящий орындар шығарған. Амалсыз барамыз, не істейміз? Самолетке билет қымбат. Ал білгендерін істеп отыр ғой, білгендерін ал. Үкімет қайда? Депутаттар қайда? Мыналар бір жазаланды шешенді бірдеме қылып алып. Сұмдық қой мына масқара, халықты тек мазақ қылып отыр ғой әбден.